Сәлем достар, мені каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дәл осындай керемет қаттаманан жасаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Бізге қажет жұмыртқа, 200 грамм сүт, біраз қасық сметана, жарты чайный ложка тұз салып, жақсылап араластырып, әдемілеп қамыр жасаймыз. Достар, мен тұрақты түрде аптасына 3 рет жаңа видео шығарып тұрамын. Соны жіберіп алмау үшін каналыма тіркеліп, қоңырау шаны басып кетіңіз. Менімен бірге болыңыздар. Міне достар, қамырымыз дайын болды. Дайын болған қамырды 5 минут тындырып қоямыз. Қамырымыз тынып болғаннан соң, оны біз әдемілеп жайып аламыз. Достар, дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Егер сіздер дәл осы рецепт бойынша жасап жатсаңыздар, комментарий бөліміне жазып өтіңіздер. Ортасына біз сары май жағамыз. Қолдың майы болса да болады. Магазиннің майын жақтым мен. Дәл осылай орап аламыз. Біз жасаған рецепттен 7 штук қаттама шығады. Орап болғаннан соң 5 минут тындырып аламыз. Сосын бөліктерге бөліп аламыз. Дәл осылай етіп. Онға батырып, барлығыны тарелкаға қойып шығамыз. Сосын бір келкі барлығыны жайып шығамыз домалақ етіп. Дәл осылай барлығын бір тегіс жайып аламыз. Қызып тұрған табамызға май құйып, барлығыны қуырып аламыз. 7 штук шықты міне. Енді майға салып қуырып аламыз. Міне, қаттама нанымыз пісіп жатыр. Барлығыны бір тегіс жайып, сковородкаға салып қуырып аламыз. Достар, жасап көріңіздер. Үлкен рахмет сіздерге, менімен бірге болғандарыңызға. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Ас болсын.